Баршаңызға сәлем. Бүгін мен Балнұр сіздермен бірге үй жағдайында дайындалатын лағман сорпасының құрамымен бөлісетін боламын. Сорпадан бөлек арнамда тәтті нандарды да алдағы уақытта салатын боламын. Ол үшін арнама тіркеліп, лайк басып, пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Ең алдымен қажетті етімізді картоп, пияз, тәтті бұрыш, ащы бұрыш және сәбізімізді дайындап аламыз. Қажетті етімізді бөліп алып, майдалап, турап шығамыз. Мінекей осылайша бірнеше бөліктерге бөліп, майдалап етімізді турап аламыз. Оған дейін табамызды қыздырып, кішкене май құйып, жуамен етімізді ең алдымен қуырып алатын боламыз. Мінекей майымыз қызды, жуамызды салып, сарғыш түске боялғанша кішкене 2-3 минутқа қуырып аламыз. Сонан соң етімізді салатын боламыз. Етімізбен жуамыз, әдемі түске боялып қуырылғанша бетін жауып 15 минутқа қойып қоямыз. Оған дейін сәбізімізді кубиктап турап дайындап аламыз. Картоп тәтті бұрыштан бұрын 5-6 минутқа сәбізімізді етпен бірге қуырып алатын боламыз. Осылайша барлық қоспамызды турап алып, майдалап бірге қуыратын боламыз. Ащы бұрышты өз қалауларыңызша салсаңыздар да, немесе салмасаңыздар да болады. Мінекей мен кішкене бөлігін салып, дәміне қарай тұзды септім. Барлығын әбден араластырып, 20 минутқа баяу отқа дайындап қоямын. Оған дейін еленген қамырымызды басын біріктіріп жаюға дайындаймын. Қамырдың құрамын описание бөліміне қалдырып кетемін. Сіздер де осылайша үй ішін қуантып, тәтті тамақтармен бөліссеңіздер болады. Мінекей жаймамызды әдемілеп жайып, қатты жұқада немесе қалыңда болып кетпеу керек. Оқтаудың көмегімен әдемілеп осылайша жайып аламыз. Жаймамыз дайын болды. Оған дейін қуырылған салмамызға кішкене дәмдеуішті, лағманға арналған дәмдеуішті сеуіп, қайнаған суды картопымыз батқанша құятын боламыз. 10 минутқа бетін жауып қойып қоямын. Мінекей дайын болған жаймамызды осылайша кесіп, қатты майдаламай турап шығатын боламын. Мінекей лағманымыздың қамыры дайын болды. Қайнаған суда қамырды салатын боламын. Яғни су қайнап тұруы қажет. Барлығын осылайша салып, әбден араластырып, 10 минут қайнатып алатын боламын. Ақ көбігі шыққанша осылайша қайнау қажет. 1 стакан салқын суды құйып, қамырымызды, дайын болған қамырымызды сүзіп алатын боламын. Кішкене ғана май қосып, сармайды араластырып, мінекей біздің лағманымыз дайын болды. Осылайша салып, сорпасын құйып, сіздер де кешкі асқа, түскі асқа дайындасаңыздар болады. Өте дәмді, керемет сорпалардың бірі. Сіздер де үй ішін қуантыңыздар. Мінекей алдағы уақытта осындай ыстық нандардың да құрамымен бөлісетін боламын. Тәтті әрі жұмсақ. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Ұнаса лайк басып, арнама тіркеліп, комментария жаза кетіңіздер. Соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет.